Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмі ерекше болып, және де дастархан көркін ашатын джем шоколаде дайындаймыз, қыздар. Осындай әдемі болып шығады. Рецепт бойынша бізге комнатный температура, бөлме температурасында тұрған сары май керек. Осылайынан талқанның үстіне салып, араластырып шығамыз, біркелкі болып біріккенге дейін. Және де үстіне ақ сгущенка бір банка қосып, осылайынан араластырып, біркелкі әдемі масса бізде дайын болады. Осылайынан любой формада формировка жасаңыздар болады. Мен осындай сопақша форма бердім. Және де үстін мен дайын болғаннан кейін шоколадпен безендіретін боламын. Әзірше осы дайындалып алған джемтерімізді холодильникке 1 сағат болмаса жарты сағатқа қойып аламыз, мұздатып аламыз. Ертілген шоколад үстіне жаққаннан кейін бірдеңнен қатып қалу үшін. Шоколадты мен кондитерский мешокқа салып, қайнап тұрған ыстық судың үстіне 2-3 мәрте салып алдым. Солайынан ертсеңіздер болады. Және де дайын болған шоколадты осылайынан кішкентай тесік жасап, солайынан жағып шығам барлығына. Жасап көріңіздер, өте оңай және де пайдалы рецепт. Осылайынан бүтіндей шоколадтың үстіне жағып шықсаңыздар болады. Осылайынан шықты, менде дайын болды. Ас болсын бізге, қыздар. Жасап көріңіздер осы рецепт бойынша.